Көп жағдайда давлениені жаңағы қан қысымның үлкен болып жатқанын айтады, қан қысымы давление высокий депші. А мен қан қысым төмен. Мен келгенде бұл компанияға өзім қанша бизнес болып келгенмен, бірақ та бизнесті қарайлағанмен, бірақ мен денсаулықпен алып келді Алла тағала. Өйткені мен денсаулығым 3 күн қатты суықтан кейін барып жатып қалдым. Белден төмен қарай уже қатты ауыру. Скорый шақыратын мүмкіндік, бірақ скорый шақырмай шыдап жаттым. Сол кезде бұл кейін бір күн жаттым, екінші күні уже врачқа бардық. Анализ тапсыратын кезде анализді сізге ала алмаймыз деді. Потому что давлениемді өлшеді де, мен анемиямын, хронический железо недостача 90-да 7-60 менің рабочий давлением. Бірақ энергиям бар, бірақ менде рабочий. Енді барсам, ол кісі айтады 70-те 40 дейді. Давление өте төмен түсіп кеткен. Содан кейін гемоглобин 64 болып кеткен. Это постельный режим. Постельный режим, бірақ мен барып тұрмын. Енді қараңыздар, бұл құдірет болып тұр да, бұны маған былай айтқанда көрсету өзімен өткізу керек болып жатқан болған ғой, бұл өнімді, қаншалықта бұл өнімнің жұмыс жасайтынын. Енді бір апта, 2 апта мен система алдым, таблеткалар, железо недостача бәрін ішіп жедік, бірақ энергия жоқ, әлсіздік. Содан кейін барып осы компания Дендалайнның водород бірінші магнитін, бірінші капсуласын ішкенде жолдасым айтады, көзіңе жылт етіп жанар берді дейді. Содан кейін бар 4 күнде, бірінші күні мен ұйықтадым, көп уақыттан бері ұйықтай алмай жатқам. Бірінші күннен бастап ұйықтап бастадым. Содан кейін жеңілдік сезіндім, бірақ 3 күннен кейін обострение берді. Потому что мен сразу бұрын-соңды БАД ішіп жүрген соң 2 капсуладан іштім. Ертең тамақтан кейін жарты сағат, түсте тамақтан кейін жарты сағат. Сөйтіп едім, менде омыртқаларымның бәрі қайтадан ауырып жатып қалдым. Өйткенде менде врачқа барған кезде айтты, сіздікі деді, нерв жүйесі, жүрек деді, мынау қан неңізді көтерейік деді, содан кейін грыжа, позвоночниктарыңыздың бәрінде проблема. Содан келіп осыған жағдайға орын болсы деді. Енді ол жерде анализ тапсырылды, бәрі көрсетілді, енді уақыт өтті, бірақ қазір мен көп кісілерге айтар едім, действительно өткізу керек анализ, бірақ та өздеріңіз үшін да. Енді 1,5 айдан ішкеннен кейін барып өткенде оразаның периоды болып қалды. Сол периодтарда соңғы 10 күндікте мен 3 күн подряд басым ауыра бастады. Самочувствием жақсы бәрі шауып кетті ғой. Енді 3 күнде басым ауыры, құлағым шыңылдады. Бұрын-соңды болмаған нәрсе. Ол қай жағдайда болады? Или анемия төмен түсіп кеткенде қанның, немесе қанның көтерілгенде болады. Сондықтан мен ерінбей бардым, тексерілдім. Сол кезде маған айтады, сізде 120-да 70 дейді. То есть полноценный басқа адамдардың нормальный несі. Ал менің ағзам бұрын-соңды 90 мен 70 үйренген ғой. Көтере алмай кішкене не қылып жатыр да, уже адаптация жасалынып жатыр да. Сонда гемоглобин орнына келді, мына 1,5 айдың